Сәлеметсіңдер ме, балалар? Здравствуйте, ребята. Добро пожаловать на урок русского языка. Второй класс. Урок 54. Тема «Зеленая страна». Мы продолжаем изучение раздела «Мир природы». Сегодня на уроке ты научишься определять, о чем говорится в тексте, пересказывать его по вопросам, использовать слова, обозначающие один и несколько предметов, различать слова действия прошедшего времени. Задание номер 1. Послушайте казахскую народную легенду. О чем она? Қазақ халық аңызын тыңдаңдар. Ол не туралы? Танцующие березы. У подножия горы Бурабай, возле Серебряного озера, жили люди. Они пели песни, играли на домбре и кобызе, красиво танцевали. Об этом узнал хан и отправился к Серебряному озеру. Там на поляне танцевали девушки. Одежда на них была из белого шелка. Увидел их хан и воскликнул: «Как красиво! Живите же вы долго!» Танцующие девушки замерли и превратились в березы. Кто был в Бурабае, видел танцующие березы. Слова урока. Подножие горы, таудың етегі, поляна, алаңқай, замереть, қатып қалу, береза, қайың, шелк, жібек. Енді қазақ тіліндегі аудармасын тыңдайық. Биші қайыңдар. Бурабай тауының етегінде, күміс көлдің жанында адамдар өмір сүріпті. Олар ән айтатын, домбыра мен қобыз тартатын, әдемі билейтін еді. Бұл туралы хан біліп, күміс көлге аттанады. Онда алаңқайда қыздар билеп жатқан еді. Олардың киген киімдері ақ жібектен болатын. Хан оларды көріп, қандай әдемі, ұзақ өмір сүріңдер дейді. Билеп жатқан қыздар қатып қалыпты да қайыңдарға айналып кетіпті. Бурабайда болғандар биші қайыңдарды көреді. Это легенда о танцующих березах. Бұл аңыз биші қайыңдар туралы. Попроси одноклассника пересказать народную легенду по вопросам. Дополни или исправь его. Сыныптасыңа халық аңызын сұрақтарға қарап айтып беруді өтін. Оны толықтыр немесе оны жауаптарын жөнде. Где жили люди? Люди жили у подножия горы Бурабай возле Серебряного озера. Что они делали? Они пели песни, играли на домбре и кобызе, красиво танцевали. Куда отправился хан? Хан отправился к Серебряному озеру. Кого увидел хан на поляне? На поляне хан увидел танцующих девушек. Что произошло с танцующими девушками? Танцующие девушки замерли и превратились в березы. Найдите в выделенном предложении слова действия, которые отвечают на вопрос «что делали?». Напишите их в тетради. Что делали? Пели, играли, танцевали. Найдите в тексте и прочитайте предложение с восклицательным знаком. Сөйлемде леп белгісімен тұрған сөйлемдерді табыңдар. Как красиво! Живите же вы долго! Задание номер 2. Рассмотрите картинки и прочитайте, как называются деревья. Суреттерді қараңдар. Ағаштардың қалай аталатынын атауларын оқыңдар. Какие из этих деревьев растут в вашем крае? Сендердің өлкелерінде бұл ағаштардың қайсысы өседі? Дуб, емен, клен, үйеңкі, сосна, қарағай, карагач, қарағаш, ясень, күл ағашы, ел, шырша. Задание номер 3. Прочитайте информацию о карагаче на странице 170. Что вы узнали, расскажите одноклассникам. Карагач от тюркского черное дерево. Это сильное, выносливое дерево с красивыми резными листьями. Любит тепло и много солнца. Живет до 300 лет. Карагач очень часто встречается в нашей стране. Основное его предназначение – озеленение парков. Это дерево хорошо защищает от палящих лучей солнца.
Плоды карагача похожи на маленькие тарелочки, внутри которых находятся семена. Древесина очень крепкая, гибкая, не боится воды, не трескается. Из нее делают различные сувениры. Қарағаш бұл күшті, шыдамды, әдемі жапырақты ағаш. Жылу мен күн сәулесін жақсы көреді. 300 жылға дейін өмір сүреді. Қарағаш біздің елімізде өте көп кездеседі. Оның негізгі мақсаты саябақтарды көгалдандыру. Бұл ағаш қатты күйдіретін күн сәулесінен жақсы қорғайды. Қарағаштың жемістері ішінде дәндері бар кішкене табақшаларға ұқсайды. Ағашы өте күшті, иілгіш, судан қорықпайды, жарылмайды. Одан әртүрлі кәдесыйлар жасайды. Задание номер 4. Напиши слова один, біреу, много, көп. Дерево, ағаш, деревья, ағаштар. Дуб, емен, дубы, емендер. Клен, үйеңкі, клены, үйеңкілер. Тополь, терек, тополя, теректер. Карагач, қарағаш, карагачи, қарағаштар. Ел, шырша, ели, шыршалар. Задание номер 5. Дополни предложение, напиши в тетради. Сөйлемді толықтыр, дәптеріңе жаз. В нашей стране растут деревья, карагачи, ели, сосны, клены. Задание номер 6. Прочитайте выразительный диалог. Диалогты мәнерлеп оқыңдар. Разыграйте его. Оны құрыңдар. Привет, Айгерим. Ты видела хвойные деревья, сосну, ель? Айгерим, сәлем. Сен қылқан жапырақты ағаштарды көргенсің бе? Қарағайды, шыршаны. Да, Олжас. Я с родителями отдыхала в сосновом бору. Я, Олжас, мен ата-анаммен Қарағай орманында демалдым. Тебе понравилось? Саған ұнады ма? Очень понравилось. Там много сосен. Воздух чистый. А ты, Олжас, видел эти деревья? Өте ұнады. Онда көп қарағайлар бар екен. Ауа тап-таза. Ал сен, Олжас, бұл ағаштарды көргенсің бе? Хвойные деревья, қылқан жапырақты ағаштар. Ребята, на этом мы закончили этот урок. До свидания, до следующих встреч.